Сәлем достар, сіздермен бүгін күшті күтірлеп тұратын қиярдан жасалынатын салаттың рецептісімен бөліскім келеді. Қонақтарыңыз келген жағдайда тез әрі оңай жасалынатын 5-10 минутте салаттың бірі. Мен орташа осындай 5-6 қияр алдым, жақсылап жуып алдым, осылай кесіп шықтым. Ерек келген пышақты қолдансаңыздар да болады, әдемі шығады. Сол кезде менде болмай қалды. Осылай кесіп шықтым да, үстіне орташа шай қасықпен тұзын салдым. Үлкен чесногымызды алып үккіштен өткіземіз. 9% уксус алдым. Болмаса алмалы, жүзім уксусын да құйсаңыздар да болады. Шай қасық. Көп проценттікті қолданып жүрмеңіздер. 1 шай қасық кунжут салдым. Ең сонда салсаңдар да болады, әсемдеуге. Паприка салдым, шамалы болар болмас. Қызыл ашы бұрыш салсаңыздар өте үйлесімді болады. Дәмі күшті болып, керемет болады. Қолдансаңыздар болады. 2 шай қасық соевый соусымызды құямыз, простой. Кез келген қолдансаңыздар да болады. Я болмаса 1 ас қасық соевый соусымызды құйсамыз да болады. Осындай дәмдеуіш салдым. Шамалы болар болмас, дәмі керемет болады. 2 шай қасық шекеріміз салдым. 1 ас қасық сұйық май құйдым. Я болмаса оливковый май құюыңызға да болады. Қолыңызбен жақсылап осылай былғап аламыз да 1 сағатқа қоя тұрасыздар. Салатымызды ұсынсаңыздар болады. Кез келген укроп, петрушка, кинза турап салсаңыздар әдемі болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.